Достар, сәлем. Бүгін дәмі тіл үйретін үй жағдайында оп-оңай дайындалатын хачапури по-аджарски рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранды ыдысқа құйып, оған қант, тұз, ерітілген сары май мен ашытқы қосып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластыру керек. Келесі ұнды елеуіштен елеп қосамыз. Ал қазір жұмсақ және қолға жабыспайтын қамыр елейміз. Қамыр мінекей осындай болып шығу керек. Ал енді бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. 1,5 сағаттан кейін қамыр осылай көтерілді. Енді оны 2-ге немесе 3-ке бөлеміз. Мен көріп тұрғандарыңызда 2 үлкен бөлікке бөлуді шештім. Әр бөлікті қолымызбен домалатып аламыз. Ал қазір кішкене ғана ұн шашып, қамырды овал формасына келтіріп, қалыңдығын орташа етіп жаю керек. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жайылған қамырды бірден противень немесе пергамент қағазына салып алған жөн. Міне енді сулугуни және моцарелла ірімшіктерін үккіштен өткізіп, араластырып алып, шеттеріне салып шығамыз және видеода көрсетілгендей шеттерін бүгу керек. Жұмыртқа сарысында жағуды ұмытпайық. Әрине, ортасына да салмадан саламыз. Хачапуриді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп, кейін бетіне жұмыртқаның сарысын құйып, тағы 4-5 минут пісіру керек. Мінекей достар, біздің тағам дайын. Бұл тағамды ыстықтай пештен шыға салысымен жеген абзал, сол кезде ірімшігі созылып, ауызда еріп тұрады. Өзі өте тойымды, ал дайындалуы оңай және тез. Міндетті түрде жасап, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.